Өркендеп өсіп өндік. 91 жылы тәуелсіз азат ел болдық. Не тәуелсіз азат ел болғанымызға уже 35 жылға таяды, 34 жыл болды. Дұрыс айтасыз. Онымен қоймай, қазір Қазақстан ғана емес, әлем өзгеріске кетті. Құрылтай деген сөз, ол қазақтың көне заманнан керек қолданысқа еніп келе жатқан. Тіпті анау атам заманда ауылдың өзі бірдеме шешейін десе шақырылып, жаңағы құрылтай ұстаған мәселесін шешіп алады. Біздің енді халықта сайлауға, жалпы референдумдарға енді әбден үйренген ғой. Енді бірақ көбісі сайлауға бармай жатады біздің халық арасында. Осы тенденцияны қалай түсінетін едіңіз? Құрметті мәртебелі қазақстандықтар, Қазақстан Республиканың азаматы, мен осы елдің азаматымын, осы елдің халқымын деп өзін-өзі мойындайтын, өзі әлемін түсінетін адамдар осы заңға бірінші әлі талқыланғанға дейін айтары болса айтып жеткізу керек. Оның жолы ашық тұр. Қалай да жеткізеді. Өзі тікелей жеткізе ме, біреу арқылы жеткізе ме, мүмкін бізге ұсыныс пікірін жеткізіп берші деп айта ма, міне жеткізді, міне түсті деп біз айта аламыз мысалы. Сол саған белсенді болу керек. Ал белсенділікпен осы заңды бекітіп алу үшін бірінші ол адам ойлау керек. Бірінші мына заң мен үшін. Кезінде менің ата-бабам мен үшін күрессе, мынау мен үшін керек, менің ұрпағым үшін керек. Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме, Джейтим подкастының тұрақты көрермендері. Біз әдеттегідей бүгін сіздерге өз шығарылымымызды ұсынамыз. Бүгін бізде халық арасында кең таралып, талқыланып жүрген өзіміздің ата заңымыз туралы әңгіме өрбітеміз. Өздеріңіз байқағандай, жаңа ата заңымыз 11 бөлім 95 баптан тұрады және мәтіні 84%-ға өзгерген екен. Енді осы мәселені талқылау үшін біз студиямызға арнайы Құрметбек Сансызбайұлын шақырған болатынбыз. Сіздерге таныстырып өтейін. Жетісу облыстық қоғамдық келісім мүшесі, сондай қоғамдық келісім коммуналдық мемлекеттік мекемесінің бөлім басшысы. Қош келдіңіз. Саламатсыздар. Көңіл күйіңіз қалай? Керемет, жақсы. Тамаша. Енді осы елімізде белең алып жатқан жаңа дүниелерді, жаңағы болып жатқан оқиғаларды бүгін сізбен талқылау үшін шақырдық арнайы. Енді алғашқы сізге сұрағымды қояйын. Осы соңғы біздің ата заңымызға өзгерістер не үшін қажет болды деп ойлайсыз? Енді біз бұрын Кеңес одағының құрамында өркендеп өсіп өндік. 91 жылы тәуелсіз азат ел болдық. Не тәуелсіз азат ел болғанымызға уже 35 жылға таяды, 34 жыл болды. Дұрыс айтасыз. Онымен қоймай, қазір Қазақстан ғана емес, әлем өзгеріске кетті. Әлемдік осы жер шарының үстінде отырған бүкіл елдер өзгеріске кетті. Сол үшін бізге де өзгеруге тура келді. Оның үстінде мысалы қарапайым қазақ тілмен айтсақ, кезінде біздің ата-бабаларымыз аттың үстінде жүріп, ұйқы күлкісі жүріп, қолында найзасы, білегінің күшімен осы ұланғайыр жерімізді қорғап, бүгінгі ұрпаққа табыс етті. Соның ол кісілер жаңғыз-ақ мүдде мақсат болды. Азат ел болсақ деген. Осының мысалы бодандығында 3 ғасырға жоқ жүрсе де, сол азат ел болуды армандады. Соған жеткізіп кетті, аманат қып тапсырды. Осы ұлан-ғайыр жер, бүгінгі тәуелсіз Қазақстанның жеріне, мысалы әлемдік деңгейде 9-шы орында жер көлемі бойынша. Ал бізде жаңа Менделеевтің химиялық элементіне кірген бағалы металдардан бізде жоғы жоқ, бәрі бар. Барлығы бар. Онынан бастығы бірінші, екінші, үшінші орындамыз. Өтті бай еліміз. Және өзгеріс бізге керек деп айтқыңыз келеді. Енді әлем өзгеріп жатқаннан кейін кезек біздің елге де келді деп айтқыңыз келеді. Енді қараңыз, айтайын дегенім. Ендігі жастар қазір атқа мін дейсің ба, міне алмайды. Қалай өзгертеді? Ендігі жастар аттың орнына техника, машина мініп жүр, ұшақпен жүр. Қолындағы найзаның орнына қалам алды.
ғылымға бейімделді. Санасында елім жерімді қорғаймын дегеннен гөрі білім мен ғылымның шыңына қалай жетем деген мақсат қойды. Осымен бізге өзгеруге тура келді. Керемет жауап деп ойлаймын. Жақсы жауап қайтардыңыз. Енді келесі сұрақ, жалпы алғанда бұл реформалар, бұл өзгерістер Қазақстанның саяси жүйесіне қандай бағыт-бағдар береді? Бірінші кезекте мысалы бізде қоғам дамып өзгерген сайын билік, яғни басқару жүйеміз. Мысалы біз президентті сайлаймыз ғой. Президентті сайлаймыз. Ол халықтың мысалы жаңа сайлаушылардың 51% дауыс берді, сайланды деген сөз. Біз көпке бағынамыз. Сайлаудың ең басты режимі сол. Сайладық, ол кісі біздің атымыздан президент. Кім болса да, енді қазір Тоқаев деп айтып отырмыз. Кім болса да халықтың атынан сайлап, сол кісіге жаңа өкілеттігін жүктегендіктен халықтың атынан ол кісі халықаралық деңгейде мемлекеттің ішінде және халықтық және ішкі саясат бойынша өзінің саясатын жүргізуге құқылы. Біз құқықты бердік, халықтың атынан сөйлей алады, жүргізеді. Сол үшін біз ол кісі бірақ ұстаным ұстайды. Мемлекет пен халықтың мүддесін тең қорғаймын. Мысалы, президент болған 2019 жылдан бері айтып келе жатыр. Мен халықтың жағындамын. Мен күшті президент, ықпалды парламент, халықты тыңдайтын үкімет, осы жүйені қалыптастырамын деді. Міне реформа деген осыдан басталды. Қазір жаңа биліктің тармағында енді біз 2 палатадан тұратын жаңағы депутаттар сайлайтын болсақ, енді қазір бір палаталы. Бұрынғы төменгі палата, оның өзінің атын құрылтай деп өзгертті. Қалай ойлайсыз, осы атының бұрынғыдай құрылтай деп аталуы бір ерік жігер, намыс беретін секілді менің ойымша? Енді былай ғой, құрылтай деген сөз, ол қазақтың көне заманнан керек қолданысқа еніп келе жатқан. Тіпті анау атам заманда ауылдың өзі бірдеме шешейін десе шақырылып, жаңағы құрылтай ұсаған мәселесін шешіп алады. Құрылтай деген сөз жалпы жиыласыз да, қазақи құрылтайды құрасыз да, күрделі мәселені түйінге саласыз да шешесіз. Ол жерге кім барады? Мақты би, төрі заманында. Қазір кім барады? Ғылымға жетістігі жеткен, білімді, қабілетті болмысы, одан кейін жаңағы отанын сүйген, ұлтшылдығы, өзінің ұлтын қорғайтын намысы бар, осындай адамдар бар. Сол үшін құрылтай деген сөздің өзінің мәртебесі жаңағы 2 парламентіңізден де жоғары тұрады. Дұрыс айттыңыз, өте жоғары. Енді бірнеше депутаттар осы Конституцияның жаңа заңына байланысты, өзгерістерге байланысты бірқатар мәселелерді көтерді, оның ішінде бостандық туралы әңгіме өрбіді. Енді осыған байланысты адам құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қаншалықты бұл жаңа Конституцияда күшейтіп қойды беделін? Қараңыз, біз қазақ мемлекетін құрушы қазақ ұлт өкілдері. Таза қазақ ұлт өкілдері ғана осы мемлекетті құрып отыр. Біздің мемлекет басқа ұлт кеп құрып беріп отырған жоқ қой. Басқа ұлт біздің мемлекетімізде бізбен тең дәрежелі өмір сүріп жатыр. Біз ол кісілерге ешқандай не көрсетіп отырғанымыз жоқ. Басымшылық немесе тіліне, діліне, дініне кіріп отырғанымыз жоқ. Ал енді осы мемлекет құрушы қазақтардың, яғни әсіресе тәуелсіздік алғаннан кейін еркіндігі, бостандығы біздің мемлекетте үстем болды. Осы қазір бірінші орынға шығып, жаңағы ата заңымызда адамның құндылығы ең басты орында тұр. Ал адам өз әлемін, өзінің құндылығын білсе, оның бостандығы, еркіндігі заңмен бекітілу керек. Сонда ғана біз тәуелсіз елдің түлегі бола аламыз. Тәуелсіз елдің ұрпағы бола аламыз. Келешекте біздің өскелең ұрпақтарымыз осы бостандықта, еркіндікте азат елдің, зайырлы мемлекеттің жаңағы дінге, әр елдің дініне бет бұрып кетпейтін түлек екенін сезіну керек. Сол үшін бұл құрылды деп ойлаймын. Тамаша жауап. Келесі сұрақ, мемлекет пен қоғам арасындағы қарым-қатынаста қандай жаңа принциптер енгізілмек? Енді қараңыз, бұрын бізде бәр тағайындалатын жүйеде өмір сүрдік. Иә. Өткен
Мысалы кеңес одағында бәрі тағайындалады. Ал қазір қалай? Қазір тек осы өтірік айтпасам облыс әкімі ғана қалды ғой деймін әзірше. Облыс әкімі министр ғана. Басқасының бәрі сайлау арқылы. Яғни халық сайлайды. Міне ауылдың әкімі, ауданның әкімі, депутаттар облыс деңгейіндегі мәслихаттың. Бұрын парламентте де депутаттарды сайлап жүрдік. Осының бәрі сайлау арқылы келгеннен кейін ол халықтың алдында есеп береді. Жауапкершілік күшейді деген сөз. Міне халықтың жаңағы тағы бір өзінің құзырын көтерген нәрсе осы сайлау жүйесіне. Яғни сіз сайлап алған кісіңіз сіздің алдыңызға жауапты. А сіз кімді сайлайсыз? Ол сіздің жауапкершілігіңізге байланысты. Біздің енді халықта сайлауға, жалпы референдумдарға енді әбден үйренген ғой. Енді бірақ көбісі сайлауға бармай жатады біздің халық арасында. Осы тенденцияны қалай түсінетін едіңіз? Енді мен осы жоқта бір әркім өзінің шанағына қарай сөйлей, шанағына қарай үні шығады деген мақала жаздым. Домбыраның үні шанағына қарай шығады деген. Мысалы, домбыра қандай домалақ қой. Соның ана домалақ шанағының ішінде үні қалай, қандай материалдан жасалды, қайыңнан ба, қандай, соған қарай оның үні шығады. Соғыстаған адамның да үні өзінің шанағына қарай шығады. Шанақ деген не? Ол сіздің әлеміңіз. Сіздің әлеміңіз деген не? Ол сіздің қабілетіңіз. Адамның бәрі бір мектепті, бір университетті бірге бітірсе де, бес студенттің қабілеті әртүрлі болады. Сіздің отбасыңызда 2 балаңыз болса, екеуінің қабілеті 2 түрлі болады. Бұл жаратылыстың заңдылығы. Сол қабілетке қарай адам қарекет жасау керек. Қазір осының бәрін біздің президентіміз мына жаңа Қазақстанды жаңғыртып өркендету жолында жастардың құндылығын бағалап, бағамда біліп алды. Бұл жастарды қалай бастасам, біздің мемлекеттің мүддесінде қалай күн көреді деген. Көш қалай басталса, соңы солай ереді ғой. Соны жолға қояйын десе, қазір енді ойлаңыз, 30-ақ жылда ешқайда шықпаған, Совет үкіметінің құрамынан ешқайда шекара асып көріп жүрмеген адамдар қазір әлемді шарлап жүр. Қазір қалтаңыз ақшаңыз болса, ертең Америкаға барасыз, ертең Қытайға барасыз. Ал солардың өркен дамуын, басқа ұлттың болмысын көріп келгеннен кейін, сол жерде жаңағы біздік енді доллар дегенді даже ұстағанды қойып естімеген адамдар ғой. Басқа елдің валютасын естіген болмаса қолын ұстап көрмеген. Қазір доллар қолын ұстайды, Америкада $10,000 алады екен дейді. Содан кейін мәз болады да, анаққа кету керек, соған барсын сондай. Ал біздің болмысымыз, мәдениетіміз. Екінші жағынан қарасаңыз, тәуелсіздік аяқ астынан қол жетті, біз аспаннан түскен халық болып отырмыз. Бізді ертең саған тәуелсіздікке жетесің, сенің жастарың қазақ тілде сөйлеу керек, мынандай білімді болу керек, мына бүгін істеп жүрген адамдар тері өзгеріңдер. Ана ескі жүйе бойынша елді басқара алмайсың, онымен жүрмейсің деп біреу үйретті ме, ешкім үйренген. Әркім өзінің болмысымен, біліктілігімен, отан сүйгіштігімен жүйені қалыптастырып жіберді. Ал енді осы жүйені өзгертудің басты бір себебі де соған барып тіреліп. Енді Құрметбек мырза, сіздің пікіріңізше бұл реформалар қаншалықты әділетті мемлекет құруға өзгеріс тудырды, жақындатты? Бұл реформалар жалпы. Сіз енді қаласаңыз да, қаламасаңыз да, қазір өмір сізді бәрібір мойындатады. Неге дейсіз ғой? Сіз қажеттілігіңізге қарай өмір сүруіңіз келеді. Оны кеше Совет үкіметінің кезінде сондай болды, сол деңгейде өмір сүрейін дейтін жоқ. Немесе бүгін мен осы деңгейде өмір сүрейін дейтін жоқ. Сіз айтайық, университет бітірдіңіз, немесе колледжге бітірдіңіз, тіпті 11-ші сынып бітіріп шықтыңыз. Бірақ қабілетіңіз өте зор болса, сіздің қажеттілігіңіз артып тұрады. Ал қазір әлемнің қажеттілігі артып кетті. Қазір технология деген дамығанда ең жоғарғы шегіне жетті. Мысалы айталық, біз Қытай елін былай жаппай халық Қытай десе, сол Қытайға бір жек көрінішті көзқараспен қарайды. Ал Қытай қалай дамып жатыр? Қытайда өзінің кезінде, мысалы, әр дәуірде
өзінің патшасы, өзінің жаңа сайлаған президенті, өзінің билігі, өзінің халқы болады. Сол дәуірді бастайтын заман. Заман деген сөз әр нәрседен бастау деген сөз. Сонда Қытайда кезінде Дэн Сяофин деген бастығының кезінде халқына былай үйретіпті. Қытайдың әрбір мүшесі не нәрсенің, не заттың, не дүниенің көшірмесін шығарып үйрену керек. Сонда бізден бай ел жоқ болады. Ал енді қазір қараңыз, Қытайда мысалы біз деген машинаның ішінде қазіргі ең бір кезде ойбай Мерседес деген мінбесе қалып болмай қалды ғой. Иә. Сол Мерседес мысалы Германиядан шығады. Сол Мерседесті Қытай апарып өзіне 2-3 айдың ішінде шығарып, Мерседестің тек Германияда шыққанын бірінші басшылар ғана мінеді, және көшірмесін өзіндегі басшылар мінеді. Оның сыртында Қытай не істеді? Тіпті үйренгеннен біздің сарыағаштың суын Қытай шығарады. Соңында өздері айырмай қалды. Анау Қытайдан шыққан сарыағаш па? Жоқ, біздің табиғи сарыағаштан барған сарыағаштың. Айыру мүмкін емес болып қалды ғой қазір. Мүмкін емес. Міне, технологияның дамуы деген сол. Оның сыртында Қытай қазір не жасап отыр? Етті қолдан жасай алады. Тауықтың жұмыртқасын қолдан жасай алады. Мысалы, сіз киіп жүрген аяқ киімді алайық, мысалға, қырым, кожаный. Қытай бір сиырдың терісін алады да, 2 сиырдың терісі қылып соза алады. Мына технология дамыған. Бүйтіп, ал бірінші түпнұсқасымен тіккен етікті аяқ киімді мысалға айтып отыр. Сіз 2-3 жыл кие аласыз. И оның бағасы өте қымбат болады. Ол таза. Ал ана созып, қағаздай қылып созып жасаған ішіне мата жапсырады да шығарады. Оны қанша киеді? 1 жыл киетін шығарсыз. 1 жыл киеді, 2-3 ай киеді. Бізде бір апа айтты деген. Ай, осы Қытай бізді асырап тұрған Қытай, осы Қытай болмаса, мына немерелерімнің бір айда жұлып алады аяқ киімді. Пенсиямнан пенсиям аяқ киіміне жетіп тұрады деп айтты деген. Соғыстаған нәрсе жаңағы міне технологияның дамығаны не нәрседен не шығаруға болады. Ал енді қараңыз, жаңағы Қытай азық-түлікте дейін жасанды шығарып жатыр. Ал енді ғылым қалай дамыды? Ғылымға сіздің сыртқы келбетіңізді өзгерте алады. Бет әлпетіңізді өзгерте алады, аяқ қолыңызды өзгертіп жібереді, салып береді, өзгертеді. Бірақ ішкі ағзаңызды өзгерте алмайды. Дұрыс айтасыз. Бұл жаратылыстың заңы. Егер біз сол ішкі ағзамызға жасанды тамақ ішіп отырсақ, не болды? Ешқандай отырмыз қазір. Сол үшін не болмайды ғой, қалай айтсам болады. Әлемдік өркениеттен қалмау деген осы. Енді әлемдік өркениеттен біздің қазақ еліміз қалып жатқан жоқ. Бізде ғылымды сүйетін жастар да көп, әртүрлі жаңалықтар ашып жатқанда, Америка ашып жатқанда бар, өзіңіз айтып қалғандай. Енді бұл Конституцияның тармағындағы бөлімдер біздің осы Қазақстанды қаншалықты әділ мемлекет ете алады? Енді ойлаңыз, бізде сол 2019-20-дан бастап әділетті Қазақстан, таза Қазақстан деген ұғымдар шыға бастады. Бұл не үшін шықты? Бізде әділетсіздіктер бұрынғы заңдардың тармағында көп болды. Президент бекер айтқан жоқ, мен 10.000 заңды өзгертуім керек деп. Сол 10.000 заңның үстінде тұрған Конституцияның бас жағына ата заң Конституция деп кіргізіп өзгертіп жатыр. Егер біздің не нәрсенің түбі мықты болмаса, тамыры, онда бәр нәрсе құлақ болады. Соғысаған ата заңды өзгертіп алсам, осыған бәрін жүйелеп алсам, жаңағы халқымның құқығын, бостандығын қалай қорғасам, соның ішінде мына өскен ұрпақ жастар, қазір жастар көп нәрсеге ол өзінің айтқанымен жүргісі келеді. Өйткені оған керек қажеттілік қане? Ол біз ұқсап, мысалы, біз 2 ғасырдың өмірін көрдік. Бірдемесі ләппай тақсырлей саламыз. Қазіргі жастар қой, қазір сіз немереңізді бағындыра алмайсыз. Қолында сотқа отырма, ұялы телефон отыр. Анадан ол қат танымаса да, жаза алмаса да, сөйлейді де өзінің қалаған мультфильмін көре береді. Ал ол мультфильмнің артында не тұр? Мына цифрландыру, жасанды интеллекті деген, робот деген темір адам. Осылар мына қарқында дами берсе, келешекте адамнан оның артық болып кетуі мүмкін. Ал сол кезде не болады? Сол үшін міне жастар білімге құштарланып кетті. Дұрыс айтасыз. Қазір мысалы
сіздердің білетіндеріңізді біз технология бойынша, интернет бойынша білем деп айта алмаймыз. Сіздер осы заманның түлегісіздер. Тәуелсіз мемлекеттің және өзгерген технологиясы дамыған, сипарландырған жасанды интеллекті анау Европада 60 жылдардан бері дамып келе жатыр. Бізге енді келді. Бізге енді келсе, сіздер соны тез игеріп жатсыздар. Сонымен заман жастардікі болып тұр. Дұрыс айтасыз. Енді 15 жылдан кейін бүкіл жаңағы билікке жастар барған кезде мүттен бөлек заң бекітіп аласыздар. 25 бүгінгі конституция 20-25 жылдан кейін өзгеруі мүмкін. Жақсы. Енді жаңа конституцияда қоғамдық келісім мен тұрақтылық мәселесі қалай көрініс тапты осы қоғамдық келісім бағытында? Енді қазір қаласаңыз да, қаламасаңыз да қоғамды тыңдап, қоғаммен келісіп, соның ішінде жүріп, президент мысалы Тоқаев президент болғаннан кейін бір айтқан сөз есімнен кетпейді. Халықпен қоян қолтық араласып жұмыс жасау керек. Мына қазір халықтың ішіне кіріп, не нәрсені қалай қабылдап жатыр. Мысалы, егістіктің басында жүрген адам, мал шаруашылықтың басында жүрген адам бүгінгі сіздің Конституцияның 11 бөлім 95 тармағын оқымайды. Оған қажет емес. Ал осыны барып, мына оқып отырған сіз жеткізіп түсіндіріп айтып беруіңіз керек. Қарапайым тілмен. Оның сыртында біз қалай өркендеп дамып жатырмыз, біздің жастарымыз қандай жетістікке жетіп жатыр. Жаңағы әлемді бағындырған Американың мемлекеттік мекемесінде департаментінің бастығын істеп жүр біздің қазақтар. Сол жерде Ұлыбританияда үлкен банкіні басқарып отыр. Қазақтың ұл-қыздары. Иә. Қазақтың ұл-қыздарының қазір шетелдің үлкен жоғарғы университеттеріне шақырумен барып оқып жатыр. Бізді шақырып жатқан жоқ қой, сіздер шақырып. Осының бәрін. Ал енді міне кезінде мысалы 1 километр асфальт салу үшін қанша шығын кетіп, қанша ай. Қазір не? Бір аптада салып тастайды. Өте тез дамып кетті. Қарқынды дамып жатыр, иә? Кезінде мысалы ойбай трактор, комбайн деген нәрсеге қарап ел қашатын. Қазір оның не түр шықты? Қолмен істейтін нәрсенің бәрі қазір автомат болып кетті. Осының бәрін анау жаңа тыңайтқыштың өзін өзгертіп жіберді. Жерді қалай жырту керек? Анау күрекпен, кетпенмен жыртып жүрген жерін қазір ең дамыған технологиялар қалай? 2 сағатта жыртып береді. Ал осының бәрін ауылдың жаңағы бізде бүкіл нәрсе ауылдан шығады. Сол халықтың ішіне барып түсіндіретін кім? Жаңа өзін зиялымын дейтін, өзі өзгерген, өзі білімді адамдар. Қоғамға соны түсіндіріп береді. Түсіндіру. Міне қоғам мен биліктің ортасында осындай қатынас болу керек. Әйтпесе мен биліктің иесімін деп кабинетіңізде отыра беріп айта берсеңіз, кабинетте отырып айтқан сөз халыққа жетпейді. Содан кейін наразылық туындайды. Сол үшін қоян қолтық араласу керек, білу керек. Сол үшін қоян қолтық араласып, ананың отбасына барып соның тілімен сөйлеу керек. Қазір ана айтады ғой, баламен балаша сөйлесіп деп. Соғысаған ауылдың адаммен барып, ауылша сөйлесіп, соның өміріндегі күндегі ана істеп жатқан тірлігіне қарай көріп тұрып, соған технологияның жетістігін жеткізіп айта алу керек. Сонда ғана өзгереді деген сөз. Енді қазіргі таңда өзіңіз айтып қалдыңыз ғой, бір егіншілігі бар адамдар ол Конституцияның 11 тармағын 95 бабын түсінбейді деп, иә? Енді қалай ақпарат тарату қажет деп ойлайсыз? Неге халық түсінбей жатыр осы тұрғыда? Неге олар ашып оқымайды деп ойлайсыз? Енді айналайын. Не кедергі? Технология дамыған өркениеттің кезінде бізде бірінші мәдениетіміз бен өнерімізді дамыту керек. Болмысымызды өзгертуіміз керек. Ал мәдениеттілік деген бір күнде келе салатын нәрсе емес. Біздің дініміз, діліміз, тіліміз мүттен бөлек нәрсе. Ал осыны жетілдіру үшін не істеуіміз керек? Адам алдымен өзіміз өзгеруіміз керек. Өзгере алсаң, онда бәр нәрсе болады. Ал енді бір келкі өзгеріп беретін мүмкіндік жоқ. Біреу жаңа айттым, егіннің басында жүр, біреуі басқа бір салада жүр. Бізде қазір мемлекет мынандай саясат қойып отыр ғой, экономиканы әр салаландыру керек. Әр салаға қарай дамыту керек. Бізде ең соңында ұстайтын не? Қаржы, ақша.
Экономика, иә. Ақшаны кім ұстап отыр? Үкімет ұстап отыр. Президенттің айтқан саясатының бәрін үкімет ретімен жүзеге асыра бастаса, халықтың экономикалық, әлеуметтік жағдайы көтеріледі. Бізде ақша жетеді, байлық жетеді. Ал енді осыны халықпен бірдей пайдаланайық дейтін сана мәдениеттілігіміз жетіспейді. Соны өзгерту керек. Соны кім өзгертеді? Технология, жасанды интеллектіңіз өзгертеді. Сол жасанды интеллектіне терең меңгерген жастар өзгертеді. Жастардың өздерінің қолында деп айтқыңыз келіп тұр ғой, сонда. Өзінің білімінде. Бірақ мен жас екен, мен білімді екен, технологияны біліп тұрмын дей берсе, бәрібір 60-тан келгеннен ақыл сұра деген бар. Көнегөз бұрынды көрген адамдар, әсіресе ата-анасы ең керек балаға солар. Одан асып ешқайда бара алмайды. Қанша біліп тұрса да. Енді сол жаңағы конституцияның енді әлі енгізілген жоқ қой, әлі реформалар болып жатыр, депутаттар әр күн сайын шығып айтылып жатыр. Бұрын мысалғыдай бір аптада қабылдана салатындай дүние емес қой, бұл жылдап келген дүние. Енді халыққа ұнамайтын тұстары болса, бір жаңа дүниені қосқысы келсе, олар не істей алады қазір, дәл қазір? Олардың үнін қалай шығаруға болады? Қазір анау конституциялық соттың қасынан конституциялық комиссия деген орнатып қойды ғой, 130 мүшесі бар. Сол одан бұрын бұны мына бүгінгі халықтың талқылауына жібергенде бәленбай ғалым, бәленбай экономист, журналист, заңгерлер жазып шығарды ғой. Олардың кезінде 2000 сұрақ барды. Мынандай сұраққа ұсыныс пікір барған. Ал енді талқыға салғаннан кейін кеше айтты комиссияның мүшелері 4000 сұрақ келді. Енді әлеуметтік желіге салып жатыр, жаңағы ресми сайт ашып қойды. Осыған берсеңдер, одан кейін жаңағы онлайн не бойынша ашып қойды. Осыған берген сұрақтар тез қаралып жатыр. Осыған адам өз ойындағысының бәрін жеткізіп жаза беру керек. Халықтың талқысы деген сол. Содан кейін оны жаңағы білікті мамандар, мықты кадрлар, саясаткерлер саралап ішінен сүзіп алады да, сонымен халықтың референдумға салады. Оған дейін әлде уақыт бар. Пікірін жеткізіп жатыр. Жаңағы сіз бағана сұрадыңыз ғой, халықтың бостандығы, еркіндігі деп. Міне сол еркіндігінің арқасында жеткізіп жатыр. Бұрын ондай болған жоқ қой. Халықтың құқығы үні, әр адамның үні естіледі. Дәл қазір, ол қазір біз бір тоталитарлы бір заманда өмір сүріп жатқан жоқпыз ғой. Бізде барлығы демократиялы, барлық адамның өзінің жаңағы тең құқығы бар, өзінің үні бар деген секілді. Мысалы қараңыз, егер өзі жеткізе алмаса, мына қазір сіздің осы сайтыңызды ертең бәлен адам көреді. Атыңыз кім? Диана Берікжанқызы. Вот Дианаға барайын да жеткізейін дейді. Немесе жаңағы сарапшылар, мына осы конституционный қорған штаб мүшелері, мемлекеттік қызметкерлер, қоғам белсенділері, қоғамдық кеңестің мүшелері, депутаттар халықтың ішінде жүр ғой. Осылар бар жеткізеді де, осылар арқылы өзінің сайлаған депутаты арқылы өзі жоғары жеткізуге толық құзыр бар ғой. Ешкім қалыс қалып жатқан жоқ. Енді Құрметбек мырза, жақсы айтып қалдыңыз, әр адамның бостандығы, өзінің жаңағы еркіндігі бар деп. Енді сіз өзіңіз Қазақстан Республикасының азаматы ретінде осы конституция шеңберіне тағы қандай өзгерістер қажет деп ойлайтын едіңіз? Өзіңіздің жеке пікіріңізді айтып кетсеңіз осы тұрғыда. Мен ойлар едім, біз әр адам егер отанымызды сүйсек, біз отанымызға берілсек, мына мемлекеттің иесі өзіміз екенді ет жүрегімізбен сезінсек, біз қазақ ұлтқан емес, бізбен бірге өмір сүріп жатқан осында 130 дейміз ғой. 130 ба сол этностардың бәрі Қазақстан Республикасының азаматы ретінде, Қазақстанның халқы ретінде өзінің әлемін өзі өзгертіп, өзі өзгере алса, оның сезімі, мен осы елде өсіп өнсем, менің ұрпағымның болашағы жақсы болады деп сенсе, онда бәрі ұсыныс пікірін айтып өзгерте алады. Онда бізде барлығы жақсы болады деп ойлаймын. Біз тек осы үміт пен сеніміміз, сенім деген нәрсе қазір бірінші орында тұр. Әр нәрсеге сену керек. Анаған сіз санаңызды бұрып, соны түсініп сеніп, сол сенім деген сөз сіздің жауапкершілігіңізді арттырады.
Егер сіз рас мына ата заң, мына конституциялық заң менің де, менің болашақ ұрпағымның да өмірін кемелдетеді екен деп сенсеңіз, сол сәтте сіздің жауапкершілігіңіз мүлдем өзгереді. Қазір біз қазақ тең қолтықпыз, мән бермейміз, бейтараппыз. Осыдан арылу керек. Жақсы айтып қалдыңыз. Маған қатысы жоқ деп қаламыз осы жерде. Маған келіп кетер ештеңе жоқ. Жазып жатқандар бар, ол бізден сұрай ма, солар бекіте салады дейтіндер бар. Ол енді жаңағы өзінің қабілетіне де байланысты шығар. Дей тұрғанмен ондай болмау керек. Өйткені оның ұрпағы, оның немересі, оның шөбересі осы заң арқылы игілікке жетеді. Соны түсінуіміз керек. Мысалы, маған қажеттілік аз шығар. Өйткені 80-90-дағы адамдар не дейді? Ой, көретіннен көрім жақын дейді. Ой, мен өрістен түсіп келе жатырмын дейді. Пайғамбар жасына келдік, қойшы, енді неміз бар дейді. Неміз бар болса, оның артында ұрпағы тұр. Дұрыс айтасыз, иә. Адам бірінші өзін өзгерту керек. Өзінің құнын білу керек. Өз әлемнің деңгейінде өмір сүру керек. Ертең оның ұрпағы үшін мемлекет жауап бермейді. Ұрпақ үшін бірінші кезекте адам өз жауап береді. Ата-анасы бірінші кезекте бала үшін жауап береді, соны ұмытпау керек. Кіммен үйленеді, қандай отау құрады, қандай баланы дүниеге әкеледі, ал әкеліп алған балаға қандай тәлім тәрбие беріп жатыр. Тәлім тәрбиенің бәрін біліммен, тілімен, аузымен, басымен береді дейтін жоқ, қылығымен береді. Қандай қылық көрсетіп жүр, оның ұрпағы солай бейімделе береді. Жақсы айтып қалдыңыз. Яғни конституция шеңберіне адам алғашқы рет өзін өзгерту керек деп айтқыңыз келіп тұр ғой. Содан кейін бастап өзгерсенеді. Мойындау керек, сену керек. Мысалы, бір нәрсеге қадалып алмау керек. Ананы тереңдеп ойлап оқып, түсініп, түсінбесе, түсінетіндерден ашық сұрап алу керек. Содан кейін ол белсенділігін осы елдің азаматы ма барып тұрып, осы заңды бекітуге жаңағы өзінің көзқарасын білдіру керек. Әйтпесе жатпа ертең ол мен бекіткем жоқ деп айта алмайды ғой. Құрметбек мырза, енді бұл реформалардың толық жүзеге асуы болашаққа қалай әсер етеді деген сұраққа сіз керемет жауап бердіңіз. Әркімнің өзінің қабілетіне, біліктілігіне байланысты деп. Барлық дүние тек қана ата заңға байланып қалмайды ғой. Әрбір адамның өзінің басы бар, ойлау шегі бар, санасы, түйсігі бар деген секілді. Енді сізге келесі сұрақ осы, сіз енді қаншама жылдар бері осы қоғамдық келісім бойынша жұмыс жасап, тер төгіп келе жатырсыз. Енді осы ретте сіздің жұмысыңызға маман ретінде бұл өзгерістер қалай әсер етіп жатыр? Оң өзгерістер болып жатыр ма, әлде теріс пікірлер көбейіп жатыр ма? Ешқандай теріс пікір көбейіп, бір улап-шулап жүрген адам көрмедім. Бірақ бізде мынандай мәселе. Біз өз қазақ деген бар ғой. Өзінен көру, өзгеге, өзгеден көру, өз ұлтқа бейімдеу тұрады. Соған сенгіш па? Бізде не жетіспейді? Әр адамның өзінің өрендігі мен батылдығы жетіспейді. Мына қоғамға, мына қазақи қоғамға, мына мемлекетіміз өркендеп өсуіне, өзінен өз көлеңкесінен қорқатын адамдар бізде өте көп. Үрей деген көп. Осы қалыптасқан үрейді санасынан шығарудың жаңғы жолы өзінің өрендігін түсіну керек. Өзінің әлемін түсіну керек. Содан кейін батылдық керек. Бізде қазір көптеген ақсақалдар бар. Ақсақал пенсияға шықты, 65-тен асты. Пайғамбар жасы деген сөз, бұл бір межелі жас деген сөз. Осыған жеткеннен кейін кейбіреулер шалқасынан түсіп жатып алады, кейбіреулер қоғамның ішінде жүреді. Шектеу болмау керек. Жасы 90-да болса да халыққа берер бар болса беру керек, айту керек. Ал 90-да кісінің алдында мен баламын ғой, кішімін ғой деп сөйлеп қалмау дейтін қазір жоқ. Өренім биік, рухы биік, жастар тақ еткізіп алдыңызға сұрақ қояды. Даже мектептің оқушысы қояды. Сіз сол сұраққа жауап беруге дайын болуыңыз. Дайын болу деген не? Сіз заманның талабына қарай өзгерген адамсыз. Осының бәрін, мына қазіргі осы кірге жатқан өзгерістің бәрін сіз санаңызға сіңіріп алған адамсыз. Егер мынаны өзіңіз санаңызға сіңіре алмасаңыз, өзгеге не айтасыз?
анамен бірге соның ығына қарап жалпақтап сонымен бірге құлай берсеңіз, онда бізді кім өркендетеді, кім дамытады? Сол үшін батыл болу керек, өрен болу керек, рухыңыз мықты болу керек. Қазақтың рухы мына күре тамырында, ана айланып жүрген қанында. Осыған мықты болу керек. Тамаша жауап. Енді Құрметбек мырза, өзіміздің бүгінгі подкастымызды қорытындылай келе, өзіңіздің жеке көз қарасыңыз бойынша бұл конституциялық өзгерістер Қазақстан үшін бір үлкен жаңа кезеңнің бастауы болады деп айта аламыз ба? Айта аламыз. Бастау емес, бастап кетті деп айтамыз. Басталып кетті деп айтқымыз келеді. Өйткені міне көрмейсіз бе? Заң шықпай жатқан кезде 2000 пікір жазса халық. Талқыға салынған кезде 4000 жазса, бұл талқылап біткен келген 40 000 баратын шығар. Мүмкін. Егер біз өзгере алмасақ, соны бермейді ғой. Бұқпалап жүре береді ғой. Міне өзгеріс деген осы. Ал бүйтіп өзгеріп бекітіп алғаннан кейін, ертең күні жаңағы әр министрліктің, үкіметтің шығарған қаулыларына да қарсы шығатындар жетіп артылады. Мысалы, қазір біздің 145 депутатымызға қандай құзыр берді? Бірінші түскен заңды немесе өзінің бастамасымен түссін, не халықтың, жай халық кеңесінің бастамасымен кеп түссін, немесе жай халықтардан барсын. Осыны бірінші одан мақұлдау керек. Өзіне қабылдау керек. Одан кейін талқылау керек. Үшінші ретте қабылдауға, президентке қол қоюға дайын қылып беру керек. Дұрыс айтасыз. Осы үш жүйені 145 депутат жүзеге шынайы асыра алса, онда біздің жаңағы заң мен тәртіп деген қағида реформа жүзеге асады. Бірінші бастау сол істерден. Дұрыс айтып қалдыңыз. Енді Құрметбек Сансызбайұлы, бүгінгі біз подкастта жалпы тереңірек ой қозғадық. Сізге өзіңіздің ашық пікіріңізге үлкен рахмет, керемет ойларыңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Енді бүгін адам құқықтарына байланысты жалпы қоғамдық келісімге, әрбір азаматтың бостандығы жайында, елдің болашағы туралы жаңағы керемет әңгіме айттық қой. Сізге алғысымызды білдіреміз. Енді соңында егер бір халыққа бір үндеуіңіз болса, мархабат, осы сәтте айтып өтіңіз. Себебі бұл біздің ортақ жүйеміз, ортақ заңымыз, жаңағы өзіңіз айтқандай тиіп қашып көлеңкесінен қорқып жүрген азаматтардың шығатын сәті келді. Жаңа айтып жатырсыз ғой, басында 4000, 2000 ұсыныс болып жатыр. Енді бұл біздің қоғам арасында ерекше бір талқыланып жатқан заң болып жатыр. Енді осыған орай әрбір адамның, әрбір халықтың үні естілсе екен деймін мен. Енді сіздің өзіңіздің пікіріңізді айтып өтсеңіз. Айтар едім, құрметті мәртебелі қазақстандықтар, Қазақстан Республиканың азаматы, мен осы елдің азаматымын, осы елдің халқымын деп өзін өзі мойындайтын, өзі әлемін түсінетін адамдар осы заңға бірінші әлі талқыланғанға дейін айтары болса айтып жеткізу керек. Оның жолы ашық тұр. Қалай да жеткізеді. Өзі тікелей жеткізе ме, біреу арқылы жеткізе ме, мүмкін бізге ұсыныс пікірім жеткізіп берші деп айта ма, міне жеткізді, міне түсті деп біз айта аламыз мысалы. Сол саған белсенді болу керек. Ал белсенділікпен осы заңды бекітіп алу үшін бірінші ол адам ойлау керек. Бірінші мына заң мен үшін. Кезінде менің ата-бабам мен үшін күрессе, мынау мен үшін керек, менің ұрпағым үшін керек, ертең өмірім үшін керек. Бай қуатты болуым үшін керек. Қазақ елінің әлемдегі беделі түспеуі әр адамның өрендік батылдығына байланысты. Біз өрен болсақ, біз батыл болсақ, Қазақстанның беделі жоғары тұрады. Көк туымыз мәңгі желбіреп тұрады. Сол үшін көк туымызды құрметтесек, елімізді құрметтесек, осы елдің бір мүшесі екенімізді ет жүрегімізбен сезінсек, бәрі белсенді болу керек. Сол белсенділігін мәдениетті түрде жеткізу керек. Жалпы мына қоғамның, әлемнің өзгеріп жатқан әр адамның мәдениеттілігін өзгертуге әкеліп тұр. Қалай мақан деген жүру дейтін жоқ. Сіздің мәдениетіңіз өрен болса, сіздің парасаттылығыңыз өрен болса, онда әлемдік деңгейде өмір сүре аласыз. Осыған халқымды үндер едім. Дұрыс айтасыз. Барлығымыз теңде қатысайық, пікірімізді жеткізейік. Ертең мен барғам жоқ, сен барғасың деп жүрмейік.
сіздің қалай қатысқан қатыспағаныңызды сіздің немереңіз шөбереңіз 20-30 жылдан кейін интернеттен көреді. Сен бармапсың ғой конституцияға деп айтады. Ол ашық дүние. Өз пікіріңді айта алмапсың деп, сіз пікіріңіз бермепсіз ғой деп айта алады. Сол үшін ұрпақ алдындағы парызын өтеу керек деп ойлаймын. Керемет айтып қалдыңыз, бәрекелді. Құрметті Джейтим подкастының көрермендері, бүгінгі біздің подкаст шығарылымы аяқталды. Аман саулықта жүздескенше, егер сіздерге бұл әңгімеміз жалпы ұнап жатса, міндетті түрде пікір білдіріңіздер, лүпіл басыңыздар, жақындарыңызға таратыңыздар. Аман саулықта жолыққанша ата заңымызға өз пікірлеріңізді білдіріңіздер, референдумға бұйырса қатысыңыздар.